Саналы түрде бәріміз кереметпіз, бәріміз күштіміз. Ал бейсанада не тұрғанын бір Алла біледі. Протрузия, грыжа десе, адамдардың барлығы ойлайды, бір көп отырғаннан, бір ауыр жұмыс жасағаннан. Қазақта сөз бар, ауырып дегенше ауырмайтын жол ізде дейді. Ал енді асқынып онкологияның 4-ші стадиясына келген кезде не ішсең де уже өлесің. Бұл жігіттеріміз қашан дұрыс жұмыс жасамайды, босайды, гипотонусқа өтеді, ол жердің қан айналымы бұзылады. Осы эфирімізді бастамай тұрып, көрермендердің ең соңына дейін көргендерге үлкен сыйақы бар екен. Әл-Нури компаниясынан тағы Санжар мырза, Бауыржан мырзадан сыйақы бар екен. Ұмытпаңыздар, соңында айтып өтеміз. Үлкен сыйақы бұл. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Демеушіміз Әл-Нури компаниясына көптен көп рахметімізді айтамыз. Бүгін подкасттың 3-ші шығарылымы. 3-ші шығарылымда арнайы дәрігерлермен болады, боксшілердің өзімен танысайық, өздері таныстырып өтетін болады. Құдай қаласа, бірінші сізден бастасақ. Доктор Санжар, психиатр, нарколог, хирург, психотерапевт. Тәжірибе 10 жыл. Тәжірибе 10 жыл, Так, психотерапевттен бөлек тағы бір сізде бір мамандық бар екенін мен естеймін, көп байқаймын. Ол қандай мамандық? Ол қандай мамандық екен? Блог жүргізу ма? Енді мен өзімді блогер деп есептемеймін. Бірақ шамамнан келгенше құнды, елге пайдалы әңгімелер айтам. Соның арқасында бәлкім елге ұнап жатқан шығар, оқырмандардың саны көбейіп жатыр. Мен ешқашан одан бір белгілі бір мақсат үшін емес, мақсат елге шамамнан келгенше айналып келгенде психологиялық көмек, мотивация. Психологиялық жақтан, бір мотивация, адамдардың бір рухани жағынан көмек бере алатындай, осындай бір неңізді байқаймыз. Қаршы. Енді екінші қонағымыз сізге келсек, өзіңізді бір таныстырып өтсеңіз болды. Ассалаумалейкум, қайырлы кеш. Есім Бауыржан болады. Бауыржан Сарыев, дәрігер-реабилитологпын, спорттық дәрігер. Дәрігерлік тәжірибем 9 жыл. Спорттық дәрігер бойынша ұлттық олимпиадалық комитетте жұмыс жасадым. Одан бөлек қазіргі уақытта реабилитация орталығын жүргізіп жатырмын. Так, спорт дәрігері. Мен енді қазақ тілді аудиторияда көп жүрсем де, спорттық дәрігер деген бірінші рет естуім. Осыны тарқат бір айтып бере аласыз? Спорттық медицина жақын уақытта ашылған медицинаның бір бағыты, яғни соңғы 5-7 жылдықта жақсы дамып келе жатыр, яғни тікелей спортсмендермен жұмыс жасаймыз. Яғни біз қарапайым спортсмендердің ағзасы, спортсмендердің жасап жатқан нагрузкасы ол қарапайым адамдармен салыстырған кезде бөлек болады. Соны сол спортсмендерді қалпына келтіру, солардың денсаулығына тікелей жауап береміз. Біздің көбінесе сол аудитория, спорттық медицинаның аудиториясы сол спортпен айналысатын және профессионалды спортсмендер. Сынықшымен ешқандай несі байланысы жоқ? Жоқ. Бізде спорттық медицина ол дәлелді медицина. Дәлелді. Хорошо. Мына жерде қарап отырсам, менің ниетім 1 миллион қазақты бел ауруынан емдеу дегеннен кейін қойып отырмын да, сынықшымен қатысы жоқ па деген. Жоқ. Грижаны емдейтін небір сынықшылар бар да, осы грижаға да өтіп кетеді да, сынықшылардың көбі. Сол үшін қойып отырмын. Неге олай жаздым? Менің шынайы ниетім бар. 1 миллион қазақстандықты бел ауруынан құтылуына көмектесу деген. Яғни қазір сол бағытта, реабилитация бағытында жұмыс жасап жатырмын. Ол жердегі мақсат бізде, яғни сауатсыз ем, соқыр еммен былай айтқанда алдын алу, халықты сол бойынша ақпарат беру. Яғни қазіргі дәлелді медицина дамып тұрған кезде, яғни тікелей ұратындарға емес, бірінші МРТ-іңді диагностикаңды өт, содан кейін барып дұрыс ем ал деген жолды көрсету ниетім. Жақсы. Так, енді Санжар мырзаға келейікші. Санжар мырза именно несінде жазып қойған, дәрігер болу, жалғыз өзінің емес, жалпының жанын ұғыну дейді. Бұны қалай түсінуге болады негізі? Жанымен ол енді бір жері ауырып тұрса, ол енді бұл психотерапиямен байланысты тікелей. Жан деген сөз орысшада подсознание дейді. Подсознанияны түсіну екінің бірінің қолынан келе бермейді. Яғни түп сана, бейсана.
сіздің бейсанаңызда не тұрғанын мына жерде отырғанның ешқайсысы білмейді. Саналы түрде бәріміз кереметпіз, бәріміз күштіміз. Ал бейсанада не тұрғанын бір Алла біледі, и өзі біледі. Тіпті өзі білмейтін де сәттер болады. Неге? Барлығы шүкір, барлығы жетеді, 12 мүшеңден аман, но почему-то здесь обида. Как будто көңілің толық емес. Сол кезде соның ситуациясына, фаза трансқа ене білу, және соның проблемасымен алысу, және оны шығару. Это есть адамның жан дүниесін түсіну. Түсіндіре алдым ба? Мен толықтыра кетейін осы бойынша. Жақсы, түсінікті. Бірақ смыслдар туындай береді екен да бұл жерде. Өте көп. Өйткені психология мен философия параллель жүреді. Ал оның астарына ешкім түбіне жеткен емес. Әркімнің өзінің туындысы бар, өзінің көзқарасы бар, түйсігі бар. Сондықтан да бұл жерде спор, яғни бәстесудің де қажеті жоқ. Әркімнің өзінің көзқарасы бар. Онымен алысу оңай дүние емес. Сондықтан егер психологияға келіп тірелген кезде тақырып та сұрақ та өте көп. Өте көп. Мысал айтайын. Қарапайым мысал. Сіз 2 жасыңызда әкеңізбен базарға бардыңыз. Бара жатқанда ұйықтап қалдыңыз. Базарға жетті, әкеңіз түсу керек, сіз ұйықтап жатсыз. Жанашыды оятпай ақ қояйын деді, есігін құлттап кетіп қалды. Сол кезде сіз ояндыңыз. Ояндыңызда не істедіңіз? Жылайсыз. Өйткені жабық помещение. Әкеңіз шығам дегенше пора-пораңыз шығып жылап жатсыз. Әке не істейді? Бірден конфет әпереді, сізді алдайды, сіз ұмытасыз. Но сізде ол жерде қорқыныш пайда болды. Арадан 18 жыл өткеннен кейін сіз қалаға келдіңіз оқуға, сосын этаж үйде тұрдыңыз. Лифтке кірген кезіңізде бір сәтте лифт бұзылды. 4-ші этажда тоқтадық дейік. Сол осыдан 18 жыл бұрын болған травманы триггер болып лифт қалыптастырды. Арадан біраз уақыт өтті. Сіз ол нәрсені ұмытып та кеткенсіз. Осыдан 18 жыл бұрын машинаның ішінде қалып кеткеніңіз. Психологқа келдіңіз, менде страх пайда болды. Қандай? Жабық жерден қорқамын. Немен байланыстырасың дегенде қалай жауап бересіз? Лифтпен байланыстырасыз. Сонда психолог, саналы психолог, ол лифтпен ғана шектелмейді. Өйткені ана жақта проблема. Бұл әшейін триггер. Ол себеп қана болды. Ачак анда. Так, психотерапия бойынша осы психологиялық ауытқуларды ауру деп қабылдау дұрыс. Дұрыс. 2 түрі бар. Психологияда, мысал үшін, депрессияны да білу керек. Мысал үшін, депрессия ол психологтың жұмысы емес. Депрессияны снимать ету, мысалы, депрессия үшін міндетті түрде триада керек. Вот, дұрыс айттыңыз. Оны маман дәрігер емдейді. Депрессияны. Ал значит, дәрігер мен психолог екі бөлек. Психолог деген ол медициналық, оның біліктілігі жоқ. Ол 4 жыл университет бітіріп шыққан психолог маман. Ал психиатр деген ол 7+2, яғни интернатура плюс резидентура 10 жыл оқып шыққан маман. Сондықтан да екеуінің айырмашылығы аймен қалай десе болды, жермен көктей. Оны шатастыруға болмайды. Жаңа сіз бірдеңе айта кетейін дедіңіз ғой. Осы бойынша толықтырғым келеді. Жалпы қазіргі уақытта соңғы кезде психосоматика деп соңғы осы терминология жалпы қатты еніп келе жатыр ғой. Оны да тоқталып кетсе болады. Негізі егер дәрігер сол психосоматикамен жұмыс жасайтын болса, Сәкең сияқты, Санжар сияқты, ол кезде дұрыс подход керек. Менде мынандай кісі болды, реабилитолог. Бізде арасында психосоматиканы именно бұлшықет деңгейінде тексереміз. Яғни ағза, біртұтас жүйе. Психосоматика деген кезде тек қана біз мимен ғана алуға болмайды. Ол яғни эмоцияның ішкі органға да әсер ете алады, біздің мынау структура, дене бітімімізге де әсер ете алады. Яғни салдары. Менде бір пациентім болды. Осыдан үлкен ер кісі, тексеріп жатырмын, шағымдарын тыңдадым. Өзі айтты, кезінде стресс, мынандай именно эмоциямен байланысты қатты болған. Бұлшықет деңгейіне тексерсем, грусть эмоция шығып тұр. Яғни 90 жылдары, 30 жылдай бұрын ол кісіні үлкен сумаға лақтырған. Сол ана жердегі іштегі реніш, өкпе ол кісіні әлі күнге дейін мазалап келе жатыр. Сіз реабилитолог болсаңыз да сізге психологиялық жақтағы нелерді айтады? Психосоматика жағынан. Психосоматика жағынан. Өйткені біздер сіз қалай шешесіз? Жоқ, дәрігер реабилитолог болғанымен біз тек қана оның ішкі органын немесе структурасын ғана қарап қоймаймыз ғой. Анамнезін жинаған кезде детально барлығын тыңдауға тура келеді. Ал ол пациенттердің бізге жартылай уже диагнозға және жартылай емге көмектеседі. Орыста сөз бар, хороший анамнез половина диагноз дейді. Жаңағы айтылған осыдан 30 жыл бұрын жоғалған дүние, лақтырған дүние, клептофобия дейді. Ғылым бойынша клептофобия. Ол не деген нәрсе? Өзіне бір құнды затты
айырылып қалудан қорқу. иә Уже ол адамда сондай диагноз пайда болуы мүмкін. Өйткені ол үшін үлкен стресс, депрессия болды. Енді ол сәттен бастап ол как будто бір нәрсені жоғалтып алатын постоянно ощущение жүреді. напряжениеде Это жүреді. клептофобия. Ал енді оның маниясы бар, ол деген ұрлық. Бір нәрсені ұрлап кету. Санасыз. Мысал үшін ол бір белгілі мақсат үшін емес. Мен сіздің алдымда компьютеріңізді алып кете салдым. Сатып, бала шағамды асырау үшін емес. Просто бұл ауру. Сіз сосын маған звондап, Санжар, сен менің компьютеріме кетіп қалыпсың. Иә, үйде тұр. И все. Это клептомания. А фобия болса, ол адам уже жоғалтудан қорқады. Екеуі екі түрлі дүние. Ол психологиямен ойнап, мысалы сіз көргенсіз ба бір күнде қолын 100 рет жуатын адамды? Жоқ. Көрмедіңіз ба? Қолына перчатка киіп жүрген адамды ше? Көргем. Маскамен всегда, үйде де маскамен жүретін ше? Күніге жуынатын өзім бір жақыным бар. Это ОКР, обсессивный компульсивный расстройство. Ол да основание депрессиядан келіп шығады. Ол неден болды? Мысалы қазір кешегі бізде болған ковид, коронавирус кезінде қаншама адам өліп кетті. Сондай невротиктер, яғни психикалық әлсіз адамдар осы ситуацияға байланысты қорқыныш пайда болады. Обсессия, жабысқақ ойлар. Яғни мен қазір бір вирусты жұқтырамын да, мен де осыдан өліп кетем деген қорқынышпен маска, перчатка, қолын жүреді жуады. Туалетке шықсын, шықпасын, біреумен амандасын, жүгіріп кіреді, қолын жуады. Это болезнь. Мен осы бойынша тағы толықтырып кетейін, ренжімеңіз. Жалпы ковид уақытында мен аға дәрігер болып жұмыс жасадым. Түскен пациенттердің, енді қайтқан пациенттер бар, біз анализ жасаймыз ғой. 50% деп айтам, ол негізгі патология былай жаңағы қорқыныш сезімі ғой. Яғни ковидный стационарға түстім, уже болды, маған жол жоқ деген, яғни өзіне сіңдіріп тастайды. Соның салдарына көп пациенттердің әсер етті негізі. Менің ол жеке ойым. Жеке ой емес. Ол туралы бір мысалды айтқан кезінде. Ол дұрыс. Мынандай нәрсе бар. Бір елге вирус келіпті дейді. Сонда одан сұрақ жауап алды дейді. Мысал ретінде айтады. Не үшін жүрсің деген кезде, мен елден 10 мың адамның жанын алуға келдім дейді. Осы елден 10 мың адамның. Содан кетеді. Арадан біраз уақыт өткеннен кейін естиді, что 50 мың адам өлген. Сонда ана вирустан сұрайды, сен 10 мың адамның жанын алам деп келдің. Неге 50 мың адамды алып кеттің дегенде, мен 10 мыңын алдым. Қалғаны қорқып жүріп өлді дейді. Әсері. Сондықтан да бұл жерде бірінші адамда ауру қылатында адамның өзінің қорқынышы, психикасы. Қазір мына Алматыда жер сілкінісі болды. Осыдан алысқа кетпей ақ қояйық. Қаншама адамдар түнде дірілдеп жатыр қазір. Білесіз ба, білмейсіз ба, түнде өзінен өзі дірілдейді. Ощущение, как будто землетрясение. Жер сілкініп жатқан сияқты. Түсінесіз ба, ол невроз. Ол невроз. Потому что обсессия деген нәрсе жабысқақ. Ол қорқынышпен өмір сүріп келе жатыр. Как будто қазір ұйықтаймын, таңертең мен үшін таң атпайды, жер сілкініп оянбай кетем деген қорқыныш. Сол үрей қалыптасқан. Иә, сол үшін мықты мамандар керек. Яғни бұл ойлардан арылту үшін. Яғни бұл блок. Блокированный эмоция дейма, навязчивая идея, жабысқақ ой. Ол блокированный стоит. Оны алып тастамасаңыз, ол всю жизнь тағы бір триггер болатын болса, ол ауру болып шығады. Так, мына жерде Бауыржан мырза, сізден былай сұрайыншы. Енді сіз грижа нервпен де қатысы бар. Так же? Енді грижа нервті қысады ғой. Қысады, иә. Енді қараңыз. Осы жерде енді көбінде біз психосоматика бойынша психологиялық әңгімелерді айтып жатырмыз да қазір. Иә. Ал сол ауруға тіке әсерін беретін де сіз де біліп отырсыз да. Бірақ қарапайым халық біз өйтіп ойламаймыз. Грижа ана жерде бірдеңе болған деген. Жарық деген сөз қазақшасы. Қазақшасы жарық. Қысылған, денсаулық ауыр көтергеннен дейміз. Бірақ мына жерде психологиялық тұрғыдан қозғаласыз да. Енді осы жерде нерв талшықтарының қалай жұмыс жасайтын, осы психологиялық жақтан қалай ауытқуларға әсерін беретін именно симптомдармен түсіндіріңіз. Жақсы, ашып өтейін. Жалпы біздер андай ғой, протрузия, мен өзім емдеп жүргеннен кейін анализ жасаймыз. Протрузия, грижа десе, адамдардың барлығы ойлайды, бір көп отырғаннан, бір ауыр жұмыс жасағаннан сол пайда болды деп. Дәл айттыңыз. Негізі ол тікелей себеп емес. Тағы да қайталап айтамын, негізі тікелей себеп емес. Ол тек қана сыртқы фактор. Яғни көп жағдайда біздің, мен жиі айтып жүрмін, режимдардың қалай бұзылады. Ол бірінші ең басты нәрсе ұйқы. Ұйқымыз бұзылды, яғни біздің ағзаның восстановлениесі дұрыс емес. Ол соответственно өз кезегінде орталық жүйке жүйесінің функциясының бұзылысына алып келеді. Яғни дұрыс восстановить етіп үлгермейді. Оған қосылады біздің тамақтану мен суымыз. Поэтапно ағзада бағана айтқан
триада здоровья деген нәрсе бар. Ол біздің эмоциональды жағдайымыз. Яғни ол режимдер бұзылды, біздің эмоциональды көңіл күйімізге әсер етеді. Ол өз кезегінде ішкі органдардың жұмысына әсер етеді. Ол мынау эмоциональды жағдай біздің структура, яғни опорно-двигательный системаның қызметіне де әсер етеді. Эмоция. Енді тағы бір нәрсе қосайық. Жүйкенің жаңағы ауытқуы біздің эмоциямызға әсерін береді. Енді мынандай нәрсе, осы бір момент қой, енді ақыр тақырып қозғалғанын айту керек. Мына не болса жүгіріп психологқа бара берудің қажеті жоқ. Мен ешқашан пациенттерге маған келіңдер деп айтпаймын. Неге десеңіз, саналы түрде екі нәрсені түсінуіміз керек. Соқыршек деген білесіз ғой? Иә. Соқыршектің құрт тәрізді өсіндісінің қабынуын аппендицит дейді. Аппендицит болған кезде психологқа барудың қажеті жоқ, хирургқа бару керек. Аппендициттің, ангинаның соматикасы дейді. Психосоматикасы деп сұрап жатыр. Саналы түрде это воспалительный процесс, қабыну процесі. Аппендицит болдың ба, оны алып тастау керек. Сені қанша внушать етсе де, ол сен емделіп кете алмайсың. Өйткені ол асқынады, ертең перитонитке айналады. Грижаға келетін болсақ, бұл кез келген нәрсенің этиологиясы психология болуы мүмкін. Яғни этиология деген шығу тегі. Түсіндіре алдым ба? Ал енді оның емі психология болмайтын жағдайлар болады. Сондықтан да кез келген емге саналы түрде қарау керек. Грижама ол жарық. Ол жарықты қалпына келтірмесең қиын болады. Ол не істеп тұр? Ол жұлыннан өтетін, омыртқаның бойлап өткен жұлын. Сол жұлынды қысқаннан кейін оның әр бөлігінде рецепторларға, яғни ауру сезімге жауап беретін органдардың мүшелері бар. Мысалы, белдің аймағында болса, ол паққа кетуі мүмкін ауру. Ол урологический емес, уже неврологический. Сондықтан да оны саналы түрде қарау керек. Ал енді психологқа кім келеді? Есть такие люди, ипохондрический вид расстройства, тип расстройства дейді. Ипохондрия деген сөз, 12 мүшесі дінаман, ешқандай ауытқуы жоқ, бірақ ол өзін әрқашан аурумын деп сезінеді. Өзін дұрыс сезінбейді. Иә, как будто у меня что-то не то. Это уже психологиясы. Ол сол барсаң болады. Ал енді саналы түрде қараңыз да, асқазаныңда жара бар. Психологқа несіне барасың? Жараны суф-муф дейтін ол қасиетті бір кім ол? Тәуіп па, ол емші ма? Сондықтан кез келген ауруға саналы түрде қарау керек. Мен айтам, егер сенде язва болатын болса, соматика іздеп маған келмей-ақ қой. Одан гөрі гастроэнтерологқа бар, ФГД-сіңді жаса, адамдардың көзін ашу керек. Қазір сәл ауырып қалса, молдаға, емшіге, психологқа барудың қажеті жоқ. Оны саналы түрде. Ол үшін врачтарда соған лайықты болу керек. Яғни келген ауруды дұрыс дифдиагностика жасай білу керек. Дифдиагностика деген диагностиканы салыстыру арқылы нақты диагнозды анықтайды. Сол арқылы сіздің ауруыңыз мынау, сіз мына маманға барасыз. Қазір кейбір врачтар өзі білмегеннен кейін, құдай енді мен өздері кешірсін, ан жаққа мын жаққа жүгірте береді да. Сосын науқастар шаршайды, ақырында қайда барады? Тәуіпке барады. Сондықтан да врачтар да мықты болу керек, халықтың да көзі ашық болу керек. Хорошо. Психосоматика бойынша біз ақыр тақырыпты қозғадық қой. Қазіргі таңда енді елімізде енді осындай жағдайлар болып жатыр, су басып деген сияқты. Алла амандығын берсін дейік. Бірақ сонымен қатарлас Бейшенбаевтың темасы кетіп жатыр да. Былай қарайтын болсақ, енді оның өміріне қарайтын болсақ, психологиялық ауытқуларын да көрсетіп жатыр. Ана жердегі бір нерв жүйкесі дұрыс емес деп айта аламыз ба? Бір қатты нәрселер кетіп жатыр енді тема. Жауап бересіз ба? Жауап беремін. Осы жөнінде не айта аласыз? 3 типтегі адамдар болады. Қалыпты, ол сіз бен біз деп ойлаймын. Кез келген сұраққа өз деңгейінде, өз уақытында жауап бере аламыз. Демек, ойлау қабілетіміз өз деңгейінде. Екінші адамдар болады, умственная отсталость. Ақыл естің кемдігі. Сіз қойылған сұраққа мүлдем басқа жауап беру мүмкін, өйткені мышленияның дамымай қалуы. Ондай адамдар қоғамда бар. Үшінші типтегі адамдар бар. Енді оны айтсам, мен дұрыс емес маман болып қалам. Жоқ, дұрыс емес маман болып қалмаймын. Ол маған претензия етуі мүмкін. Ол ақылдың да жоғарында тұратын этаптағы адам. Мойындау керек. Ондай адамдарда бір диагнозды айтпаймын сізге, бір диагноздың процент үлесі өте жоғары. Олар лидер болады. И олар сөйлеген кезде резонерство деген нәрсе бар. Ешқандай кідірмейді. Қорқыныш та жоқ ода. Спокойно өзінің сөзіне уверен, яғни сенімді де жауап беріп тұра береді. Ол шын ба, өтірік па, оны ешкім білмейді, даже сеніп те қаласың. Бізде сондай науқастар бар, когда өзінің анамнезін айтқан кезде сен сеніп қаласың.
қарапайым адам болатын болса, мынау нормальный о деп анамен араласқым келіп қалады, жағдайы күшті, бір керемет адам сияқты. А на самом деле диагноз. Сондықтан да сондай бір өте не дейді, ойлау қабілетінің, нейрондардың өте жоғары деңгейіндегі адам деп білемін. Өйткені оның құрастыруының барлығын мен бәрін көріп отырмын. Айтқан кезде автоматты түрде, даже адвокаттарының миы жетпеген нәрсені ол талқылап отыр. Өзінің қорғаушыларының миы жетпеген нәрселерді ол қойып отыр. Өте орынды қойып отыр. Неге? Өйткені ол өзін ақтағысы келіп отыр. Өйткені мысалы айтады ғой, суға кетіп бара жатқан адамды барып құтқару өте қиын. Неге? Ол сені наоборот алып кетеді. Сіз одан хабарыңыз бар ма? Суға батып бара жатқан адамға, егер сіз су шомыла алмасаңыз, оны барып құтқаратын болсаңыз, сізді алып кетеді. Өйткені жан керек жалмауызға да. Сондай тіршілік жасап жатыр да қазір. Тіршілік үшін күресіп жатыр адами тұрғыдан. Ал бірақ маман болса, оны білетін еді. Мына жерде что-то не то. Оны ешкім байқап жатқан жоқ. Айқын ғой, Бейшенбаевтікі мысалы дәлелмен көрініп тұр. Мысалы қазір ақпараттық желіде тарап жатқан неге қарасақ, шашынан ұстаған, неткені, күш көрсеткен. Жоқ, мен сізге айтайын, су тасқыны дедіңіз ғой, менің жеке ойым. Сот осы күнде болу керек болған. И дәл сол моментке сәйкес келіп қалды. Енді назарды сол жаққа аударудың тағы да бір амалы мынаны созу керек. Сонда адамдар Бейшенбаевпен алысып жатыр. Мына жақтағы назардан тыс қалып жатыр. Соған сәйкес келіп қалды да. Ал шын мәнінде егер дәл сол су тасқын болмағанда біз 2 күнде-ақ өтетін еді. Ол созатын ештеңесі жоқ. Факт, что оны өлтірді. Ол зорлап өлтірді ма, қорлап өлтірді, барлығы статья. Мысалы сот онлайн түрінде ашық болды да, тікелей эфирін көргендерді қарайтын болсаңыз 150 мың адам жиналған. Әдеттегі мықты біздің блогерлерге 15 мың адам жиналмайды. Ана жерде 150 мың адам жиналған да. Жиналсын. Ол да дұрыс шығар. Өйткені сол жердегі мамандарды тыңдау арқылы адамдардың көзі ашылады. Қайсының дұрыс, қайсының бұрыс екенін. Мысалы айтады ғой, ақылды адам ақымақтың қателігінен шешім шығарады. Ақымақтың қателігінен шешім шығарады да, ол қателікті жасамауға тырысады. Ол ақылды адам. Енді ақымақ адамдар бар. Ақымақ адамдар екіге бөлінеді. Әлсіз, мықты ақымақтар. Мықты ақымақтар өзі қателеседі, және сол қатесімен күреседі, және соны болдырмауға тырысады. Енді әлсізі қателеседі, зардап шегеді, қайтадан қалпына келеді, қайтадан қателеседі. Түсіндіре алдым ба? Ол қателігін қайтадан жасайды. Мысалы үшін зависимыйлар. Мысалы үшін даже наркокомаға дейін барады, бір өліммен алысады, врач барып қайтадан қалпына келтірді, ол шығып тәубесіне келмейді, ол қайтадан өзінің кінәсі. Ол әлсіз ақымақ. Енді мықтысы бар, бір рет опық жеді, екінші рет қайталамауға тырысады. Ал енді ақылдылар оны көріп тұрғаннан кейін оның зардабын, ол нәрсені істемеудің де жолы бар екенін біледі, подальше держит. Теперь вопрос. Сіз қайсысыз? Екіншісіне жатқызсам әрине. Өйткені қателеспейтін адам жоқ. Вот и все. Дұрыс жауап. Мен де өзімді именно екінші топқа, өйткені мен ақылды емеспін. Өйткені мен де қателесем және қателігіммен күресем. Ал енді біздің қоғамда үшінші топтағы адамдарда жетеді. Өте көп. Ал енді мына эфир, жаңағы болып жатқан сот, кейбір адамдарға сабақ болсын. Сабақ болсын, өйткені онда қаншама мамандар дұрыс жолдарды көрсетіп жатыр. Бейшенбаевтың қателігін емес, адамдардың беріп жатқан информациясын қабылдау керек. Адамдардың өзіндегі қателігін көруге мүмкіншілік. Қазір көптеген передачалар бар, астарлы ақиқатың бар, көремізің бар. Сонда адамдар айтады, бұл шоу, бұл анау. Ол шоу емес, ол реальный. Мейлі шоу болған тағдырдың өзінде сенің өміріңде болып жатқан ситуацияларды көрсетіп отыр, және мамандар бұл жолдан қалай шығуын, қалай дұрыс, қалай бұрыс екенін көрсету. Сен біреудің тағдырын емес, өзіңе керегін ал. Болды. Керегін ал. Қайтесің оның не болып жатқанды? Ал енді дұрыс информацияны қабылдай білу бұл ақылдының ісі. Ақымақтықты біреудің қателігінің үстінен күліп отыр. И все. Енді қазір қоғамда қарап отыратын болсақ, енді денсаулық жүйені бойынша енді сөйлесіп отырмыз ғой. Осы жерде статистика бойынша қатты қарайтын болсам, ер азаматтар өзінің денсаулығына көңіл бөлігі өте аз. Қай маманға барсам да, әйелдердің аудиториясы көп екендігін, мысалы, сіздің мамандығыңызға келсем де, психосоматика бойынша сұраныста әйел кісілер көп, и грижа бойынша, сіздің мамандығыңыз бойынша да әйелдің саны көп екенін байқаймын мен. Бұған
бұған біздің менталитет өте әсер етеді. Себебі мысалы бір отбасы деп алайық, иә, әйел адам всегда төмен тұрғызады еркектер. Сен төмен тұруың керек, әйелмен санаспайды. Иә, мысалы оның проблемасы, оның мәселелері, баланың жағдайы. Көп еркектер мен тұздамын, мен ақша тауып жатырмын, болды, сонымен бітті. Бірдеңе аузыңда. Демек, ол айтатын сөзі қайда кетеді? Айтуға тиісті болған обидасы ішіндегі проблемасы қайда кетеді? Ауада қалмайды ғой. Ол әйелдің ішінде блокированно остается. Даже сен күйеуің, өзіңнің жаныңнан артық көрген жарың, көпшіліктің алдында болсын, немесе үйде, балаларың алдында, немесе жеке келгенде де намысыңды жерге таптаса, сен оған қарсы айта алмасаң, яғни сен сыртқы ортадан келген проблеманы сол моментте шеше алмадың ба, айта алмадың ба, ол сенің ішіңде қалды. Демек, обиданың бәрі ішінде қалады. Бір қап сияқты. Қапқа не саласың, соның иісі шығады. Картошканы салсаң, шірісе ашиды, сасиды. Сосын не істейді? Одан адамдар қаша бастайды. Сосын өз-өзіңнен жиіркенесің. Сөйтеді, әйелдер жаңа картошка сияқты бүкіл сыртқы ортадан келіп отқан негативті өзіне жинап, ақырында не істейді? Психолог іздейді. Қалай құтылады екен? Соны бөліскісі шығарғысы келеді. Мыңдаған оқырмандарым жазады. Қашан барсақ болады? Қалай барсақ болады? Неге? Айналып келіп сұрағын сұрасаң, сол бір-екі тақырып, или енем, или күйеуім, или тағы бір 2-3 нәрсе. Одан басқа проблема жоқ негізінде әйелдерде. Сіздің аудиторияңызда? Біздің аудиторияда әйел кісілер көп келеді, бірақ қазіргі жалпы жүктіліктен кейін көп әйелдер жазады. Яғни ол жүктілікке дейін арасында мазалап жүреді. Жүктілік уақытында уже салмақ қосылады, өзінің салмағы бар, жаңа көтеріп жүретін баласының салмағы, бәрі қосылған кезде бұрынғы іштегі фактор, яғни сыртқы немен қосылып, обострение береді, былай айтқанда. И соның салдарынан протрузия, грыжада шамамен бізге келіп жүрген пациенттердің статистикасына қарасақ, 55-60% әйел кісілер. Яғни көп бізге қабылдауға келеді. Түсінікті. Енді бұл сұрақ не үшін қойып отырсыз дейсіз ғой? Өйткені бізді қолдап, қуаттап отырған Әл-Нұри компаниямыз демеуші. Бұл ер азаматтардың денсаулығы үшін. Өйткені ер азаматтар отан қорғайды. Госслужбада жұмыс жасайтындардың 80% осы ер азаматтарымыз. Ел басқаратын ағаларымыздың 90% ер азаматтар. Жол, құрылыс, мейлі үйде болса да үлкен жауапкершілік, ауыр заттарды көтеретін ер азаматтар. Осы ер азаматтарға арнайы денсаулығы үшін атсалысып жүрген осы Әл-Нұри компаниясына көптен көп рахмет айтамыз. И сіздерге арнайы подаркасын дайындаттырып беруді ұсыныс қылып бір жасаған еді. Соны беріп жіберсеңіздер, аманатқа қиянат жасамайық дейсіз ғой. Аманат етіп бергенде не дұрыс? Бергеннен кейін енді сыйлығын беріп, мен де құтылайын деп отырмын. Біз беріп, сіздерді қуантайық, сіздер әйелдеріңізді қуантыңыз дейсіз ғой. Иншалла. Әл-Нұри компаниясының айтуы бойынша бұл өнім енді ер азаматтардың қан айланымын жақсартады екен. Екі бүйректің жұмыс жасау процесін жоғарылатады екен. Оған қоса осы ер азаматтардағы белден төменгі аурудың қай-қайсысы болсын жақсы көмектеседі. Шөп өнімдері өзіміздің отандық өнім екен. Сондықтан сіздерге пайдасы тисін. Осындағы отырған қонақтарымыздың үйдегі әйел кісілерімізді қуантып шынымен де жүре берсін. Рахмет. Жақсы, ары қарай біз подкастымызды жалғастыра береміз. Енді осы ер азаматтар енді семьяға, осы қоғамда болсын, белсенділік танытатын болса, үлкен жауапкершілікпен үлкен нәрселерге өзгеріс енгізе алады екен. Енді біздің де балаларымыз бар, тәрбиелеп отырған ұрпағымыз бар. Осы ата-аналардың көп санысы, бірінші сізден қойын, одан кейін Бауыржан мырзаға өтейін. Осы ата-аналардың көбісі қиналып жүреді, осы психосоматиканы қоя тұрып, даже осы наркотикке, кәдімгі осы Қытайдан келіп жатыр ма, білмеймін. Қазіргі кезде синтетика деген бір не бар екен? Психоактивные вещества, ПАФ дейді. Осыны қолданып жүрген жастарымыз өте көп. Өз көзіммен көріп жатырмын, өзім жақындарымда бұны қолданған. И осыны психбольницаға дейін апарып жатыр даже. Наркотикпенен арнайы
не дейтін мамандарға да апарады, бірақ бәрібір содан шыға алмай жатыр. Бұған мысалы біздің психосоматиканың мамандары нақты көмектесе ала ма? Мен психосоматик емеспін, мен психиатр, наркологпын. Бірақ Наркологсыз, сұрағыңыз орынды. Иә, иә. Өте орынды. Неге десеңіз, бұл қоғамның кәдімгідей ойбалар орны бар мәселелерінің бірі. Аха. Өйткені елді, мысалы үшін қазір қоғамның, мысалы үшін жастардың көбісі осы бір амфетаминдер ғой, сіз айтып жатқан химия деген, сол амфетаминдер сол нәрсеге отырып қалып жатыр. Сосын ата-ана зардап шегеді. Мыңдаған адамдар ата-аналары жазады, әйелі жазып жатыр, қалай шығарсам болады, қалай көмектессем болады. Мен айтам, я понимаю, мен сізді түсінемін, сіз қаншалықты қалап жатқаныңызды. Бірақ сіздің өзіңіздің жаңағы айтып жатқан адамыңыз қалай ма осы нәрсені? Өзі қаласа, онда келсін. Оны күштеп, Жаңағы ауырып жатқан адамның өзі. өзі қалау керек. Я мен осы ситуациядан шыққым келеді, көмектесіңіз деп келсе, онда ол бізге уже 50% жеңілдік деген сөз. Бұл проблемадан шешілу. Ал енді оны тартып алып келіп немесе қамап қою, ол уақытша изоляция, яғни блок. Уақыты келгенде ол шығады да қайттан білгенсі. Өйткені ол оны түсінген жоқ. Иллюзионист деген сөз өз-өзін алдау. Өз-өзін алдап жүр. Мен наркоман емеспін, мен героинда отырған жоқпын, мен көшеде жатқан жоқпын. Ол көшеге жатуға да көп қалған жоқ негізінде. Бірақ ол бер жағында тұрып, аналармен өзін салыстырады. Яғни өзінен төмендегілермен салыстырады. Мен айтам, неге сен өзіңнен төменмен салыстырасың өзіңді? Неге сен менімен салыстырмайсың? Өзіңді. Тәуелсіз адаммен неге салыстырмайсың? Когда, мысалы үшін, иллюзия деген өз-өзін алдау, жаңа подсознание деп басында айтып кеттік қой, бейсана. Бейсананың қулығы соншалықты, нәпсі ғой былай айтқанда. Ешқашан өзіңдегі алдын тұрған адаммен салыстырғызбайды. Неге? Өйткені сен онымен салыстырған кезде алға қарай ұмтылар едің. Керісінше, ана өзіңнен төмен, біткен адамдармен салыстырады да, ойбай, әйтеуір мен шүкір екен ғой деп дәл жүре бересің. Bir күні жаңағы одан да бетер болуы мүмкін. Сондықтан да мен всегда айтамын жастарға, сендер ешқашан өздерінен төмендермен емес, өздерінен биік тұрғандармен салыстырыңдар өздеріңді. Және соған қарай ұмтылу керек. Сондықтан да адамның нәпсісі, ол нәпсінің құлы болдың деген сөз, ол сен біттің деген сөз. Қысқасы айтқанда, нәпсі деген бейсана ғой былай айтқанда. Негізі бейсананың кері жағын көп істесе, жетістікке жетуге болады дегенге Өтірік келісер ол. едіңіз. Ол өтірік. Мысалы психологтар солай айтады. Ол психолог. Ал енді мен сізге айтам, бейсана деген нәпсі. Нәпсіңіздің қалауының бәрін орындасаңыз не болуыңыз мүмкін? Айтыңызшы. Просто айтып таста деген мағынаны ғана айтады олар. Мысалы үшінші, күйеуің келді, айтып таста дейді. Өзің ішіңде қалдырма дейді. Ол да қате. Сауатты түрде кез келген мәселені шешуге болады. Мысалы айтайын, балалар қазір байқайсыз ба? 5-6 жасқа келсе де әлі сөйлеуі дұрыс емес. Сондайды байқап жатсыз ба сіз қазір? Ата-аналардан көп шағым келеді. ЗПР деген, яғни сөйлеу кештігі, ойлаудың қабілетінің, сөйлеу қабілетінің төмендігі неден болуы мүмкін? Неге? Өйткені ерлі зайыпты болған сәттен бастап, ананың құрсағына бала дамыған сәттен бастап, ата-ананың арасында байланыс жоқ. Бір-бірімен бұрынғыдай отырып сөйлесетін ата-ана жоқ. Ал енді ананың әрбір эмоциясы құрсақта дамып жатқан балаға беріледі. Ешкіммен сөйлеспей азынан кешке дейін телефон қарап отырған ана, туылған бала не, оратор болып шығу керек па, шешен болып шығу керек? Көрдіңіз ба? Әрбір ата-ананың бойында болып жатқан реакция, өйткені бала ананың қанымен тамақтанады. Соның қанымен өсіп өнеді. 9 ай 9 күннің ішінде. Сондықтан да мен айтарым, бұл насихат болсын. Сен отбасы құрғаннан кейін, және құрсаққа бала дарығаннан кейін, дені сау бала туылсын десең, әйел адам ешқашан агрессияға салынбау керек, депрессияға шалдықпау керек, және отбасыда қарым-қатынас мол болу керек. Сонда ғана еркектерде сондай жағдайға қарай бейімделу керек сияқты онда. Міндетті түрде. Агрессияға әкелмейтіндей, жаңағы орыс керіске әкелмейтіндей бір шешімдер шығаруға ер азамат. Мысалы, мен қазір ғылыми түрде айтып жатырмын, ал біздің елде бұндай дана сөздер көп, көзге көз түссе мейірім оянады деген. Ерлі зайыптылардың көзіне қанша көп түскен сайын олардың бір-біріне деген мейірім махаббат оянады. Мейірім махаббатпен туылған бала ол дана болады. Ал енді ұрыс керіспен туылған бала шала болады. Өте керемет. Енді Бауыржан мырза, былай не үшін енді ата-аналар өзіміздің ұрпақ жайлы қойып жатырмын дейсіз? Қазіргі таңда қарайтын болсақ, иә, осы өйткені сіз спорттық дәрігер болғаннан кейін осы қазіргі жастарға қарасақ, шыны керек әлсіз.
осыны бала кезден біз алып, осы бала кезден уже біз оның денесіне, спорттық жағына қарау керек шығармыз деп ойлаймын да. Өйткені мен өзім әйелім екеуміз көрінген кезде осы бұрын осылай болған ба сізде деген сияқты осы нелерді өткен өмірдегі бір ауруларды іздеп жатады. Мысалы соны түбегейлі жою үшін. Өйткені қазір енді ғылым техниканың дамыған заманы болған соң біз емделген сайын соны алдын ала біз страховка жасаймыз да денсаулығымызға. Дәл сол кезде осы сұрақтарды көп қояды да. Бала кездегі сол болып қалған травма, мейлі мидағы емес, даже денедегі бала кездегі болып қалған травмаларды сұрап жатады. Значит, біз ұрпағымызды осы кезден туралау керек шығармыз. Сіз осы жөнде не айтасыз? Қараңыз, жалпы тоқталып өтейін. Спорт жағынан болсын, былай жаңағы Санжар мырза айтып жатыр ғой, 50% жағдайда өзімізге байланысты және өзіміз көмектесу керек деп. Егер балаңыз дені сау болсын десеңіз, қазірден жаңағы бала жатырға түскеннен бастап көңіл бөлу керек. Ол жатырға түсіп босанғаннан кейін ер адамдар жұмыс деп көп жүріп қоямыз ғой, уақыт өткіземіз, отбасыға көңіл бөлмей жатамыз. Осы жер ол бәрібір өзінің әсерін береді. Ал егер балаңыз дені сау, жаңағы сымбатты, қызыңыз көрікті болып өссін десеңіз, сол бала күннен оның денсаулығына, яғни денсаулықтың алдындағы, ол денсаулық деген кезде тек қана дене бітім емес, оның жаңағы мен үнемі айтатын нәрсе, ол режимдарына көңіл бөлу керек. Байқасаңыз, көп балалар ата-анасымен бірге түнгі 12-1-ге дейін жүре береді. Алматы жағдайында 12-1-ге дейін жүре береді. Азанда 6:30-7-де садикке тұрғызады. Не болды? Бала толыққанды тынығып үлгерген жоқ, демалып үлгерген жоқ. Оларда 11-12 сағаттық ұйқы ғой. Ол жай-жайда ол ертесі күнінің былай айтқанда эффективті өтпеуіне алып келеді. Бала условно садикте болсын, мектепте болсын, жай-жай қатарластарынан қала береді. Неге? Потому что себеп мына жақта. Өйткені бұл сұрақты не үшін қойып отырмын? Үйде енді әйелім екеуміз бала тәрбиесіне қатты мән береміз. Сол кезде мен әйел көбінде дене бітіміне несіне мына жерін көрсетейік, осы жерін көрсетейік, кейін өсуіне осылай болсын дегеннен кейін мен айтамын да, былай дене бітіміне несіне қарасам табиғи түрде жақсы келе жатыр, оны көрсетудің де қажеті жоқ деп кейде не етемін. Былай медициналық жаққа үңіліп қарайтын болсам, шынымен де бір жетілмей қалған жақтарын байқап қаламын да. Сол үшін қойып отырмын бұны. Біздің ұрпағымызға да, значит, осы денсаулық жағындағы кейбір нелерді уже осы дәрігерлер арқылы бір емдеп алып кете аламыз. Бағана айтқан нәрсе ғой, біз ол тек қана бала дұрыс қалыптаспай келе жатыр ғой. Ол сіз айтып отқан денсаулығы болсын, ол жаңа білім алуы болсын, оған кері әсерін тигізеді. Оны мойындауымыз керек та. Яғни бала, енді мен спорт жағынан тоқталайын. Егер спорттан бір жетістікке жетсін десеңіз, бірінші режимдарды сақтау керек, сосын тренировочный режим деп айтамыз. Соны дұрыстау керек. Сонда ғана балада дені сау болады. Сонда ғана жетістікке жетеді. Ал баланы жаңағындай ерте көрсету, ол мысалға біздің өзімізде дәрігер болғаннан кейін қаратамыз, бірақ көп жағдайда қарапайым ата-аналар баласын 1 рет жылына апаруға ерінеміз. Тек қана жаңағындай бір тісі ауырғанда, тағысын тағы болмаса. Яғни жылына 1 рет анализ тапсыруға ерінеміз. Или болмаса уақытымыз болмай жатады. Қарапайым былай қарасаң шактар сіздің балаңыздың дені сау болып өсуіне кедергі келтіретін нәрселер. Мынау жалпы сіз қазір түсірілім түсіріп жатсыз ғой, кәдімгі сұхбат жасап. Мақсат қандай? Түсірілімдегі мақсат. Сіздің бізді жинап түсірілім түсіргендегі мақсатыңыз қандай? Денсаулық бойынша осы біздің сұхбатымыз арқылы осы көрерменге қажетті нәрсені беру. Ағарту ісі. Ағарту ісі. Кезінде Ыбырай Алтынсарин қаншама кел балалар оқылық деп халықты ағартумен айналысты. Демек қазіргінің Ыбырайысыз. Дұрыс түсіндім ғой? Дұрыс қой, қазіргінің Ыбырайысыз. Мақсатыңыз елдің көзін ашу, дұрыс мағлұмат. Өзіңіз білмесеңіз де маманды шақырып, сол арқылы жеткізу. Ол өте дұрыс. Өйткені қазір екі бұттың арасынан аспай қалды адамдардың әңгімесі. Сондықтан да бұндай тақырыптар
не только YouTube каналда, бұл телевидениеда көрсетілу керек. Сондықтан да ғылымға бет бұрған кезде ғана елдің еңсесі биік болады. Ал қазір әншімен кез келген жерде жүремін. Біздің жастарымыз блогерлердің фанаты болып алған. Ғылымға мүлдем уақыты жоқ. Яғни ғылым көз ашылмаған адам бүгінгі күнін ғана ойлайды, қарны тойғанын ойлайды. Ал енді болатын бала ертеңін ойлайды, болашағын ойлайды, елдің еңсесін биік болғанын қалайды. Сондықтан емге байланысты бір нәрсені айтамын. Емдеудің екі түрі болады: симптоматический, этиологический деген. Симптоматический белгілі бір симптомға байланысты, яғни басыңыз ауырса, цитрамон ішесіз. Это не факт сіздің басыңызды емдеді деген сөз емес. Ол бас ауру үшін де бір себеп бар. Солай ғой. Басыңызда бір тамыр қысылып қалған шығар, немесе жұлында бірдеңе болған шығар, немесе қан айналым дұрыс емес шығар деген вопрос. Но сіз қазір цитрамон іштіңіз, басыңыз жазылып кетті, сіз қалай емдедіңіз? Просто симптомды бастыңыз. Значит, бұл ем симптоматический. Енді проблема есть этиологический. Ол этиология деген аурудың шығуын анықтау арқылы соны мен күресу, мәңгілікке жою, қысқасы айтқанда. Қайта. Өйткені біреулер бар, өмір бақи цитрамонмен жүретін, анальгинмен жүретін, трамадол, кетанолмен жүретін. Неге басым ауырса ішемін? Ол ақымақтың әңгімесі. Өйткені ауырды, ішті, жазылды, кетті. Қайтадан ауырды, ішті. Бір күн қарасаң, сол дәріге тәуелді болып қалады. Сондықтан да саналы маман болсын, саналы адам болсын, ол ауруды түбегейлі жоғалту үшін этиологический ем жүргізу керек. Енді тағы бір нәрсе, енді осы нәрсені мен үй жағдайына алып келемін. Балам агрессивный, гиперактивный деп келеді. Көмектесіңізші дейді. Мен айтам, хорошо, балаңызбен күресемін, отбасылық жағдай қалай? Азаннан кешке дейін ерлі зайыпты қырылып жатыр, ана келіп баланы емдегісі келеді. Мен айтам, балаңызды этиологический, симптоматический, яғни бұл состояниедан шығарам, бірақ сен ол үйге келгенде ата-ана қайтадан білгенін істеп қырылып жататын болса, ол қайтадан сол агрессияға түседі. Сондықтан да балаңды емдеген кезде бірінші өзің емдел. Яғни өзіңді жөнде. Сенің қарым-қатынасың арқылы бала бұл сенің көлеңкең. Яғни сен қандайсың, сенің көлеңкең де тура сондай болады. Сондықтан да жаңа балаңды уайымдамай тұрып, бірінші өзіңді жөндесең, яғни сен этиологический емдедім деп есепте. Ал енді тек баланы психологқа апарып келгеннен үйіңде күнделікті ұрыс, жанжал, әкесі игроман, наркоман ішіп келіп, жаңа білген істеп жатқан отбасының, конечно, балалар агрессивна болады. Олар бұл қалыпты жағдай деп ойлайды. Бала ішіп келіп ұрыс айғай шығару бала үшін қалыпты жағдайға айналады. Ертең ол балада ішіп келіп өз отбасының берекесін қашырады. Неге? Әке шешеден көргені. Сондықтан да балаңды емдемей тұрып, бірінші өзіңді емде, өзіңнің проблемаңды шеш, өзгені өзгерткің келсе, өзіңді өзгерт деген. Ол сөздің барлығының астарында медициналық тұрғыдан алсаң да, адами тұрғыдан алғанда кезде де симптом, яғни балаң, этиология ол өзің. Өзің жақсы болсаң, өзге де жақсы деген осы. Ол ата-аналарға менің беретін мағлұмат, яғни ағарту деген осыдан басталады. Сондықтан да бізге отбасы туралы айтыңызшы дейді. Міне тегін сіздерге информация болсын. Мен мына жерде түсінгенім, мынаны жақсы айттыңыз. Тек мына жерде тәрбие жөнінде ғана айтатынбыз ғой. Өзіңді өзгертсең, бала сізге қарай өседі деген сияқты. Значит, денсаулықта да өзіңе жақсы қарайтын болсаң, бала шағаңда солай өмір сүреді. Қазақта сөз бар, ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде дейді. Ауырып міндетті біздердің ел қандай? Өлер кезінде барады ауруханаға. Өлер кезінде. Ал енді жаңағы айтылған сәл бас ауырса цитрамон ішіп кете береді. Бәріміз врачпыз қазір. Аптекаға кірсең, сатушы да врач. Ал оның ондай дәрі тағайындауға хақысы жоқ. Ондай тағайындаған кезде оны сотқа беру керек. Неге? Ол үшін маман бар. Оның мақсаты берілген дәріні, мысалы, рецептпен келді, қарады, беру, сату. Ол сатушы фармацевт деген. Яғни құрамы аналогтарын айтады, фармацевт деген сондай. Ал енді не ішсем болады десе, сіз мынаны ішіңізші дейді. Мен айтамын, сен қайдан білесің? Ол мүмкін, мысалы үшін, на самом деле ол жерде басқа ауру шығар. Мысалы үшін онкологиямен ауыратын адамға витаминдерді беруге болмайды Б тобындағы. Өйткені онкологияны өсіріп тастайды. Оны бірі білсе, бірі біле бермейді. Ал енді сен білмейсің ғой, қаяқтан оған назначить етесің. Ол үшін маман отыр ғой. Сондықтан да көзді ашу керек. Көрінген нәрсені аузына тыға бергеннен сен бақытты болмайсың. Сондықтан да аш жесең де сапалы нәрсе же. Қосылам. Енді қараңыз, осы жерде кейбір аурулардың нақты симптомдары айтылады, сол бойынша диагноз шығады, бірақ
Мен табиғи өніммен емделемін деп осындай табиғи өнімдерді көбінше алатындар бар. Дәрігер маманына жүгінбей. Оны қалай түсінсек болады? Мен сізге айтайын, табиғи өнімнің мақсаты, механизмі қандай, соны білу керек. Бұның механизмі қан айналымды жақсарту. Қан айналым жақсы болған кезде қан айналымның қызметі қандай? Қанның құрамында эритроцит бар, эритроциттің құрамында гемоглобин бар, гемоглобиннің құрамында темір бар. Темірдің қасиеті химия оқығансыз, тотығу қатысады. Демек, әрбір сыртқы ортадан келген оттегін өзіне қосып алып, периферия, яғни қолыңыздың ұшына дейін, шашыңызға дейін оттегін жеткізіп береді. Қан айналым дұрыс болмаған жағдайда жеткізуге тиесілі болған оттегі бармайды дағын. Сонымен не болады? Ол жерде тұншығу басталады. Сіздің периферияңызда, яғни шеткі тіндеріңізде тұншығу басталады. Тұншыққан тін не істейді? Өледі. Демек, соны өлтірмеудің бірден бір жолы қан айналымды жақсарту. Ал бұның механизмі тікелей қан айналымға байланысты. Сондықтан айтып отырамын, ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде. Бұны міндетті түрде ауру міндет емес бұны ішу үшін. Тек қана сенің қан айналымыңды жақсартып, дені сау адам болып өмір сүруің үшін бұны чисто профилактика үшін ішсең де, яғни болдырмау үшін ішсең де, сен оттым деп есепте. Ал енді асқынып онкологияның 4-ші стадиясына келген кезде не ішсең де уже өлесің. Көмектеспейді, ол уже симптоматический лечение. Үйіңде ауруды басып, жаңағы наркотик, яғни морфин, промедол беріп, басып отырады. Трамадол. Неге? Өйткені уже сен өткізіп алдың. Сол дәрежеге жетпес үшін бүгін әрекет жаса. Бүгіннен баста денсаулығыңа. Орыстар неге азынан кешке дейін врачтардан шықпайды? Өйткені олар білет, уже бастан өткен. Неге немістер солай жасайды? Өйткені өткізіп алғаннан кейін ол поздно болып қалады. Даже дәрің де көмектеспейді, даже врачың да көмектеспейді. Все. Онкология ма? Германияға барсаң да үйіңе қайтарады. Соңғы дәрежесі болған кезде. Сондықтан біз халыққа дұрыс насихат беруіміз керек. Ауырып емес, ауырмай тұрып қан айналымды жақсарту керек. Қан айналым деген сөз, бұл сенің, былай айтқанда, бензинсіз машина жүре ма? Жүрмейді. Вот сенің бензинің, ол сенің қан айналым. Болған. Өте орынды сәке. Бізде анау халық арасында не бар ғой сөз, еврей халқы ауырғанға дейін келеді, орыс халқы ауырғанда келеді, қазақ халқы қирағанда келеді деп. Сол сияқты қандай да бір неде орынмен алу керек қой анализ. Даже бұл табиғи өнім болса да, бірақ мүмкіндігінше дәрігерге барып, дәрігердің нұсқауынан кейін алу. Егер бір острый воспалительный процесс жоқ болса, окей, дальше профилактика мақсатта ішіңіз. Ал егер қандай да бір воспаление болып тұрса, қажет емес негізі. Бұлай айтқанда құр шығынға ұшырайсыз. Жоқ, мен бұл жерде келіспеймін. Бұл дополнительный. Бұл иммунитетті көтеру. Воспаление болған кезде воспалениеге қарсы антибиотиктер тағайындалады. Ал енді біздің организмнің өз-өзін қорғау, яғни қорғау үшін иммунитетіміз бар. Қабыну процесі болғанда олар әлсірейді. Әлсіреген үшін көрініс береді. Мысал үшін, бір отырыста 2 адам отырдық. 3-ші адам орбимен келді. Вирусный инфекция респираторный. Почему-то сіз ауырдыңыз, мен ауырған жоқпын. Ертесіне барып, топ етіп құладыңыз. Мен ауырған жоқпын. Сосын айтты, сәке, кеше отырыста анау ауырып отыр еді, мен что-то бүгін мазам қашып жатыр. Неге? Себебі сіздің иммунитетіңіз төмен болды, сыртқы ортадан келген вирусқа ол төтеп бере алмады, сосын клиникалық көрініс берді. Ал менің иммунитетім мықты еді, оны очухать еткен жоқ, сезінген жоқ, өлтіріп тастады. Болды, мен нормальный жүрмін. Демек, бұл не үшін? Қабыну процесі болды ма, антибиотиктерін тағайында врачқа бар, ал енді дополнительный иммунитетіңді көтеру үшін ең бірінші қарау керек. Противопоказания, қарсы көрсетілім жоқ па? Сенің денсаулығыңа қарсы көрсетілім, онда ішуге болады. Менің айтпағым, бұл жерде реттілік сақталу керек. Реттілік біріншіден надан емес, біріншіден жаңағы воспалениеға байланысты, одан кейін көтере беру керек. Жаңа ғой, аппендицит болса, соқыршек болса, хирургқа бар, удалить ет. Ал енді удаление болғаннан кейін адамның иммунитеті әлсірей ма? Иммунитетін көтеретін дәрілер іш. Значит, адамның ағзасына қажетті дәрумендер болатын болса, оны қорықпай қолдануға болады десем болады ғой. Табиғи өнім болса еще. Химия болатын болса, ол опасно. Өйткені бірін емдесең, екіншісін қабындырасың. Ол табиғи болса без проблем. Әр нәрсенің орнымен сосын. Мысалы, кезінде шашыратқы суды да қайнатып іштік қой. Ол өйткені оның қарсы көрсетілімі жоқ. Ол ешқандай жерге, керісінше ол қан айналымды жақсартады, асқазанын тазартады, бауыр, бүйрек бәрін тазартады. Өйткені адам бір тұтас ағза деп басында айтып кеттің, иә? Ішкен дүниең бүкілінен айналып шығады. Бауырда лаборатория біздің бауыр, бүйрек синтез жасайды, фильтрация жасайды, фильтрация арқылы қуыққа барады, қуық арқылы
улы заттардың бәрі шығып отыр. Бұның мақсаты, тағы айтам, айналып келгенде оның қан айналымын жақсартып отыр. Сол арқылы қан айналымы жақсарғанда фильтрация да жақсарады, лабораторияда жақсарады, шыққан улы заттар да көп болады, сенің ағзаң таза болады. Ал енді улы зат ағзада болатын болса, сенің бүкіл тініңді улап өлтіреді. Мысалы, Бауыржан мырза, мен сіздің орталығыңызға бардым да. Барған кезде арнайы диагностикадан бірінші өткізеді екенсіздер. Өткізгеннен кейін барып ем шарасын қолдана бастайсыз да. Бірақ көптеген өзіңіздің клиенттеріңіздің кейбіреусінің енді қаражаты жетпей жатады. Бірақ сол кезде үй жағдайында қолданатын бір упражнение осындай жақтарынан сіздер қосымша дополнительно беріп жатасыздар ма? Қараңыз, тоқталып өтейін. Неге упражнение береміз, оны қазір тоқталам. Жаңа қан айналым деп айтты ғой. Осы грыжада да, мысалы грыжа протрузия кезінде де, ол омыртқаралық дисктің қан айналымының бұзылысының салдарынан грыжа дамиды. Яғни сол жерге жеткіліксіз қанын. Енді қараңыз, ол қан айналымын жеткізуші нәрсе не? Біз мысалға корсет киеміз, орамал тағып жатамыз ғой белімізге. Беліміз ауырды деп. Ал негізі Құдай тағала табиғи корсет қойып қойды, ол бұлшықеттер. Мысалға біздің бел аймағын условно ұстап тұрған. Енді қараңыз, бұлшықеттеріміз қашан дұрыс жұмыс жасамайды, босайды, гипотонусқа өтеді, ол жердің қан айналымы бұзылады. Ол өз кезегінде протрузия, грыжа, жаңа омыртқаралық дисктің қан айналымы бұзылысына алып келеді. Енді сіздің сұрағыңызға оралайын. Когда ол әртүрлі пациенттер бар, төлей алатын бар, төлей алмайтын пациенттер бар. Егер пациент төлей алмайтын болса, мысалға емді толық ала алмайтын болса, ол кезде біз мүмкіндігінше жаттығуларды көрсетеміз. Яғни ЛФК жаттығулар. ЛФК жаттығулар не үшін? Жаңағы айтқан бұлшықеттерді укрепить ету үшін. Яғни бұлшықеттердің қан айналымын жақсарту үшін, ол бұлшықеттердің қан айналымы жақсарды, омыртқаралық дисктіңде қан айналымы жақсарады деген сөз. Соответственно, ол жерге омыртқаралық дискке көп мөлшерде қан баратын болса не болады? Жаңағы ағзада иммунитеттің, айтып отырмыз, иммунды жүйеге жауапты макрофагтар бар, фагоциттер бар. Сол қабыну жерге көп мөлшерде барады. Ал ол өз кезегінде жаңа грыжаның резорбция процесі деп айтады, кері қайтуына септігін тигізеді. Енді түсіндіңіз? Түсінікті. Уже менде қарапайым халықтың бірімін да. Даже медициналық тұрғыдағы жаңағы анатомиялық жақтан мен дұрыс сұрақ қоймаған болуым мүмкін. Бірақ бұл кісілер ашып түсіндіріп жатыр. Не керектігі ағзада, осы қан айналымы арқылы барлық ағзаның дұрыстайтындығын мен түсініп жатырмын да. Енді сіздерге бір сұрақ қояйын. Бұл енді актуалды сұрақ деп айтуға болады. Енді өз халқымызға қарап отыратын болсақ, көбісі енді шыны керек қой, жағдайы жоқ адамдар енді денсаулық жөнінде негативный жақтарын көрсетіп айтады, айтпайды емес. Дәрігерлердің ба? Дәрігерлер. Мына дәрігеріміз мынаны жасаймын деп уже асқындырып жіберді, өстіп жіберді, бүйтіп жіберді деген сияқты да. Бірақ дәлелін сұраса, нақты басып айта алмайды. Значит, сіздермен осындай көп сұхбат болатын болса, сауаттылығымыз жоғарылап, біз дәл басып айта алатын сияқтымыз. Алла қаласа. Құдай қаласа. Толықтыра кетсе рұқсат па? Мынандай нәрсе бар, сізде де көп кездесетін шығар. Жаңағы айтып отырсыз ғой, 50% өзімізге байланысты деп. Бізде андай ғой, қиратып келеміз да ағзаны, бүкіл нәрсені дәрігерлерге сілтей саламыз. Ол жерде мен үнемі айтамын, 50% өзіңізге байланысты. Егер сіз бізге қарай бір қадам жасап, дәрігер айтқан заттарды жасап, ЛФК жаттығуларды жасап, өзіңізге көмектеспесеңіз, 50% еміңіз заяға кетті. Яғни сол себепті жаңағы комментаторлар болсын, комментарийлар болсын астында жазылған, всегда ол пациент жеткілікті өзіне көмектесті ма? Яғни бізде сосын көп алданатын нәрсеміз, шамалы жақсы болған кезде тастай саламыз. Условно, жаңа Орвидада 5 күн рекомендация берсең, 3 күннен кейін шамалы температурасы қайтып басын көтергенде тастай салады. Грыжада да сондай. Емнің, мысалға 1 курс, 2 курс, 3 курс деп айтасың ғой. Бір курстың 5-6 сеансына келіп, енді жеңілдеп, ауыр сезім басылған кезде тастап кетеді. Соответственно, не болады? Мен дәрігерге бардым, жартылай көмектесті дейді. Ал негізі кінә қайдан? Толық жеткізбеген және дәрігермен бір бағытта жүрмеген кісілердің өзіне де байланысты. Сол себепті бұл жерде екі ой туады. Яғни барлық кінәні дәрігерге де лақтыруға болмайды, сосын барлық нәрсені пациенттің өзіне де лақтыруға болмайды. Может, әлеуметтік жағдайы соған сәйкес келмеген шығар, мысалы, ілесіп жүруіне. Онда ол дәрігерге ескертілу керек қой.
тек қана тастай салу емес. Ол жерде дәрігер жаңағындай егер әр қарай финансты жағдай ғой, былай айтқанда әлеуметтік жағдай мүмкін болмай жатса, үй жағдайында жалғастыратын жаттығулар айтар еді ғой. Келісемін. Ол өйткені дәрігердің абыройы өзі үшін. Өйткені дәрігер қандай да бір пациент алған кезде ол финансты бір ақша пациенттің қалтасынан бір нәрсе алу үшін емес. Дәрігердің пациенті ол дәрігердің ниеті пациентке толыққанды көмектесу. Пациенттің сол келген кезде мұқтажына көмектесу. Сондай нәрсе. Психологияда коммуникативный навыки деген сөз бар. Коммуникативті дағдылар деген. Бұл біздің елдің науқасына да дәрігеріне де маңызды. Өйткені дәрігер келген кезде доверие пациента дейді. Яғни науқаспен дұрыс байланыста болу керек. Егер мен сізді дұрыс қабылдасам, сіз маған уже сене бастайсыз. Сопровождение жақсы болу керек дейсіз ғой. Иә. Мысалы, неге барлығы басқа мемлекеттерге қашады? Өйткені ол жаққа кірсең, как будто бір төрге шығарып сөйтіп немен уважение, өте құрмет жоғары. Біздікілерді айтады, грубо, анау мынау дейді. Осы нәрселерді ұмыту керек дәрігерлер. Мен олардың 100% ақтамаймын. Өйткені сондай грубый дәрігерлер де бар. Бар өте. Міндетсінетін. Қызмет жағынан, услуга жағынан жақсы көрсеткіш. Қызмет көрсетіп, байланыста болу керек. Науқасты тыңдай білу керек. Не айтқан. Өйткені мына бізден магистратура деген оқулар бар ғой. Соны оқыған кезде ең бірінші анамнез морбид бәрі келеді ғой. Сонда даже резюмирование деген сөз бар, қазақша түйіндеме дейді. Науқас өзінің шағымын айтып болған екен, деп бүйтіп жазып бере салмайды. Резюмированиені білетін адам, мен сізді мынандай, мен сізді дұрыс түсіндім ба? Оның айтқанын қайталау, науқастың жалобын қайталау, это резюмирование, яғни түйіндеу. Мен сіздің айтқаныңызды қайталап берсем, сіз уже түсінесіз, что мен сізді тыңдап отырмын. Түсіндіңіз ба? Уже сенім пайда болды. Сосын обратный связь бар. Мен сізге тағайындап бердім қолыңызға. Енді обратный связь. Сіз не түсіндіңіз? Сонда сіз аласыз. Мына дәріні 2 рет іш, мынаны 1 рет іш дедіңіз. Дұрыс түсіндің? Сіз мені дұрыс түсіндіңіз. Жақсы. Енді қараңыз, бит жазып берді. Ананы түсінбейді науқас. Ананы сіз жүреді ана жаққа. Мынау не еді? Мынау не деп жазып берген? Демек, ол врач пен науқастың арасында обратный связь да, резюмирование да болған емес. Ол соның факты. Или бір-бірін тыңдамаған, ешқандай бір-бірінің арасында рапорт жоқ, яғни байланыс жоқ. Түсіндіңіз ба? Рапорт болмаған жерде результат болмайды. Мен 100% келісемін сіздің сөзіңізге. Даже біз жазуын да танымаймыз. Осы дәріні іш, симптомдарын айтады, бірақ қалай қолдану, несі жағынан толыққанды бір консультациялық жұмыс жүргізілмейді. Потому что оны түсіндіргеннен бөлек обратный связь да жоқ. Неге? Мен сізден сұрауым керек. Сіз мені түсіндіңіз ба? Жалпы түсіндім. Түсінсеңіз айтып беріңізші, қалай ішесіз деп сұраймын. Сонда сіз мынаны айтып берсеңіз, мен убедиться етемін, яғни көзім жетеді, что сіз мені түсінгеніңізге. Сөйтіп отырған дәрігер бар ма қазір? Аз ғой. Бар, бірақ аз. Сондықтан да мына жас дәрігерлерді қазірге ол нәрсені үйретуіміз керек. Өйткені сен емдеп жатқан адам өзге емес, өзіңнің еліңнің адамдар. Дұшпан жақты қараудың қажеті жоқ. Сондықтан жаның ашып, кішкентай екеуің байланыс болу керек. Науқастар да грубый. Қалай болса сөйлей, сен сұрап сөйлей. Маған сен сұрадың, мен уже көңілім қалады ғой. Неге? Өйткені уважение деген болу керек. Ақ халатты абзал жанға құрмет болу керек. Керісінше обратно науқасқа да құрмет. Екі адамның арасында құрмет болса, онда рапорт қалыптасады. Рапорт деген сенім деген нәрсе. Сеніммен жасалынған іс әрқашанда нәтижелі болады. Осы нәрсені айтамын мен әрқашан. И все. Значит, қазіргі таңда енді шетелден келіп жатқан өнімдер де бар, шетелден келіп жатқан медициналық құрылғылар да бар. Осы кісілердің шынымен де қызмет көрсетуі мықты болып тұр ғой. Значит, бізге қарағанда осы шетелден келген дәрігерлерге біз көп барамыз. Сұранысқа ие дейсіз ғой. Сұранысқа ие. Рекламасын қарасаңыз да сізбен постоянно связьда. И семейсіңізге шығады, WhatsApp-ыңызға шығады, даже Instagram аккаунттарында қандай жұмыс жасап жатқанын толыққанды көрсетеді. Енді мен сізге бір сұраққа жауап берейін. Осын күшті жауап берейінші. Мен сізге айтайын, қазір біздің дәрігерлердің примерно начинающий, енді бастаған дәрігерлердің оклады 250 мыңның айналасында. Бір ай жұмыс істеген дәрігер 250 мың теңге табады. Ал сіз айтып жатқан шетелдің дәрігері бір қабылдауына 250 мың теңге алады. Енді сіз салыстырыңыз.
250 мың теңге алып жатқан дәрігер кредитін ойласын ба, отбасын ойласын ба, ана қалай мынаны жабам, ананы қалай жабам деп. Сондықтан да бұл кінәнің бәрін дәрігер емес, мемлекетке аудару керек. Ақылатты абзал жан ба, 10 жыл оқыған адам ба, оның айлығы қазір базарда бір тачкистен артпай қалды ғой. Тачки тартсаң да Яндексте жұмыс істесең де 250 мың табасың қазір. Мысалы, сондықтан ондай мамандардың проблема ойлауға уақыты болмау керек. Ол тек науқасты ойлау керек. Егер сіз сондай дәрігерге мүмкіншілік жасап беріңіз, одан кейін олар жасамаса, онда спрос жасау керек. Мен саған барлық мүмкіншілікті жасадым, неге сен обратный жасамайсың бұл нәрсе? Сондықтан да оны да қарау керек. Ал енді шетелден келіп жатқан аппаратыңыздың, бізде Қазақстанда аппарат шықпайды ғой, барлық шетелден келеді. Оның бәрі көрсететін бір нәрсе. Бәрі бір нәрсені көрсетеді. Мемлекеттің алып келгенде, жеке меншіктің де әкелгенде бәрі бір нәрсені көрсетеді. Мен сізге айтайын, мемлекетте істейтін рентгенолог, ол частныйда да істейді. Ол бір жерде жұмыс істемейді. Анан оқыған адам мынанда оқиды. Сондықтан ол жерде ешқандай айырмашылық жоқ. Ананың да көрсететіні, если грижа болса, мына жақта да грижа көрсетеді. Ана жақта протрузия көрсетеді, мына жақта грижа көрсетпейді ғой. Сондықтан да ол нәрсені түсіну керек. Сосын бізде халыққа бір нәрсе айту, мемлекеттік бюджет деген нәрсе бар. Ауруханаларда негізі көп жағдайда порталдармен, яғни тегін ем алуға болады. Бірақ сол нәрсені біз дұрыс насихаттауымыз керек, халықтың көзін ашуымыз керек. Ақылды, білімді адам өзіне керекті нәрсені талап ете алады. Сәкеңе келсем, өйткені шынымен де енді біздегі мемлекеттік жағдайдағы дәрігерлерге көрсетілген жаңағы қызмет түріне көптеген ақша бөлінсе, ол жеке меншік дәрігерлерге қарағанда да көп жағдай жасап беріледі өзіміздің халыққа. Өйткені өзінің жағдайы жасалынып тұр. Мысалы, сіз миллион айлық алып жатсыз да? Сіз ойлайсыз ба, бүгін балаларыма қандай тамақ апарамын деп? Әлде өзіңіздің жұмысыңызды ойлайсыз ба? Сосын сізге мынандай деп қойса, әр жетістігің үшін сені жоғары көтеремін дейтін болса, сіз одан ары қарай жетістікке жеткіңіз келеді. Жетістікке жетесіз, әрі өзіңіздің мансабыңыз бен ақыңыз көтеріледі. Сондай ынталандыру деген нәрсе болу керек. Ол жас балаға да, маманға да мемлекеттің тарапынан ынталандыру сыйлық болған кезде адамдар алға қарай ұмтылады. Ол өзі үшін, өзге үшін емес, өзі үшін, жетістігі үшін, отбасы үшін. Айналып келгенде бәріміздің өмір сүріп жатқанымыз өзіміз үшін өмір сүріп жатырмыз. Бірақ бір нәрсені білуіміз керек. Сен еңбегіңнің жемісін көрген сайын одан да күшті көрінгің келеді. Обычный спортсмен сияқты. Спортпен шұғылданып жүрген адамның 2 пресс қалыптасып көрінсе, ішінде 2 пресс көрінсе, ол одан да ары қарай 4 пресс көру үшін, және ол мынада 2 пресс қалыптасыпты деп айтыңызшы. Ананы ертесіне қарасаңыз, уже 4-ші пресске ұмтылып жатыр да. Одан да күшті болғысы келеді. Мотивация ғой. Сондықтан елдің тарапынан кез келген маманды мотивация үшін ынталандыра білуіміз керек. Сонда олар алға қарай. Ғылымда да тура сондай. Қазір ғылымға ешкім мән беріп жатқан жоқ. Неге? Өйткені ол болмағаннан кейін Японды алыңыз, Кәрісті алыңыз. Ал Қытай одан асты қазір. Бір-бірімен конкуренция. Біз олардың затын сатып алумен әуреміз. Олар шығарудан әуре. Олар алға кетіп жатыр. Біз кредитке батып жатырмыз. Ал егер ғылымды дамытқан кезде, біз солармен конкурент болатын болсақ, біздің ел өлмейтін еді. Солардың деңгейінде болатын еді. Сондықтан да ертеңге елін ойлаған азамат бүгін жастармен ғылыммен айналысу ұсынатын еді. Келсем, оған қосам, осы қызмет түрін, услуга көрсету жағын жастар көбінше активный болатын болса, онда мықты болады екен. Бауыржан мырзаны ең түсініп отырмын да. Мысалы, сіздер жеке меншік, жеке орталық. Уход күшті ма? Шыны керек, бұл кісімен бізде жұмыс жасаймыз. Есі емес келіп тұрады, несі, одан кейін график бойынша ескертіп отырады. Сізге осы күні келу керек. 1 сағат бұрын тағы жіберіп отырады да бізбен. Кері байланыс бар да. Сол үшін де бұл кісінің жаңағы халықпен тығыз байланыста жұмыс жасап отырғаны сол себепті екен. Өйткені осы қызмет түріңіз маған қатты ұнады, сол үшін де осы орталықта білікті маман шығар деп, осы Әлнұридің демеуімен сіздер шақырып отырған. Мынандай нәрсе, бізде қазір частный клиникалар көбейіп жатыр ғой.
олар көбейген сайын конкуренция көбейеді, конкуренция болады. Бір нәрсені білу керек, где конкуренция, там качество артады. Конкуренция болған сайын, мысалы қараңыз, Қытай конкуренцияға кіріп еді, кәріс пен Японның машиналарының бағасы түсті. Енді Қытай одан да күшті жасап жатыр, ол качествосын арттырып жатыр. Мен ана жақтан алып жатырмын. Медицинада тура сонда. Егер частныйлардың конкуренциясы артқан сайын, обслуживанияда качество да арта бастайды. Кез келген салада конкуренция бар, 2 магазин тұрса, 2 магазин бір ауылдың ішінде, бір жерде бір-бірінен асқысы келеді. Заттарын әртүрлі. Неге ана клиент мынада жоқ екен деп маған келсін деп. Көрдіңіз ба? Сондықтан біздің елде кез келген салада конкуренцияның санын арттырған сайын біздің елдің качествосы артады. Иә. Оны түсініп, сосын қабылдау білу керек қой. И осыны насихаттау керек. Уақытқа қарасам, біздің уақытымызда келіп қапты. Соңғы бір сұрақты қорытындау мақсатымен өздеріңізге бір сөз берсем, аяқтап өтсеңіз. Жеке, бүгінгі подкаст, бүгінгі кешке рахмет, Алла разы болсын. Біраз нәрселер қорытындыладық, біраз нәрселерге Сәкең жауап берді, өте тамаша. Мен өзіме түйетін нәрселер түйіп отырмын ішімнен. Жаңағы өзімнің орталықта да енгізетін нәрселер бар, соларды. Керемет, тағы да халыққа айтам. Дені сау ұрпақ, дені сау, жаңағы бала мәселесіне келсек, дені сау ұрпақ, дені сау білімді ұрпақ өсіргілеріңіз келсе, қазірден көңіл бөліңіздер. Кейін кеш болуы мүмкін. Және өздеріңізге қазірден көңіл бөліңіздер. Иә, бізде андай ғой, денсаулықты салып ақша табамыз. Сол тапқан ақшамыз кейін сол денсаулықты қалпына келтіруге жетпей жатады. Сосын жаңағындай симптоматически әйтеуір былай айтқанда цитрамонмен басып жүре береміз, чтобы толыққанды емдемеу үшін. Түсіндіңіздер ме? Сол сияқты дені сау ұрпақ керек па? Дені сау, балаларыңыздың дені сау болғанын қалайсыздар ма? Бүгін өзіңнен бастаңыз, ертең балаңыздың ақылды, білімді, дені сау болу үшін. Проблеманы жауымен емес, себеп салдармен күресу керек. Дұрыс. Рахмет сізге. Әр адам бақытты болуға лайықты. Бақыт деген сөзді әркім әртүрлі түсінеді. Біреу денсаулық деп ойлайды, біреу байлық деп ойлайды. Ал шын мәнінде бақыт денсаулықта емес, байлықта емес. Неге деген сұраққа былай жауап беремін. Дені сау адамдар неге бақыттымын деп сезінбейді өзін? Дені сау 12 мүшесі почему-то бақытты емес. Бай адамдар бар, азаннан кешке дейін ішімдік ішіп, ажырасып, күйзеліске жүр. Неге егер байлық бақыт болса, неге бақыттымын деп сезінбейді? Демек, бақыт деген ол сезім, это чувство. Счастье это чувство. Демек, бақыт деген проблеманы шешуден тұрады. Болды. Бірақ сөз, бақыт проблеманы шешу. Алдыңнан шыққан кедергіні шеше білсең, сен бақыттысың. Ол қысқа ғана сәт. Иә? Бүгінгі мына екеумізді шақырып съемка түсіру сіз үшін бір проблема болды, мәселе болды. Сіз бұны өз деңгейінде өттіңіз, сіз бақыттысыз. Бақыттысыз ғой, сен Құдайға шүкір, қандай керемет болып қалды. Демек, адамның алдына Алла сын берді ма, яғни мәселе қойды ма, оны шешу керек. Соны шешу арқылы ол бақытты сезіну керек. Алдыңызға қойған проблеманы шеше білсеңіз, сіз бақыттысыз. Ешқашан өзгеден емес ол мәселені шешуді, өзіңізден талап етіңіз. Сосын бір нәрсе айту. Мынандай сөз бар. Айнаға қарап мен бақыттымын деп жатыр қазір. Аффирмация жасап жатыр ғой психологтар. Мен сізге айтайын, психологтардың 2 түрі бар, оқыған, оқымаған. 2 апта психология курстан өтеді де өзімен өз психолог болып кетеді. Қаяқтан білмеймін. Мен мысалы үшін 11 жыл оқысам да білмейтінім өте көп. Бұлар қалай дана курс сатып жүр қазір. Базар болды бұл психология деген. Сіз неге курс сатпайсыз? Мен неме базарда жүрмін ба, не курс сатамын? Сондықтан да аффирмация деген өз-өзін алдау. Айнаға қарап мен бақыттымын дегеннен бақытты болып кетесіз ба? Болып кетесіз ба? Болмайсыз ғой. Проблемаңыз тұр ғой, өзегіңізді өртеп тұрған проблемаңыз тұр. Қайдағы бақыт? Немесе 100 грамм ішсең, жеңілдеп қалған проблема шешілмейді, ол одан бетер оқ шығады. Ал енді бақыт деген сол сіздің алдыңыздан шыққан проблемаға тік қарау және онымен күресу. Кез келген адам өзінің проблемасын шешетін болса, бақытсыз адам болмайтын еді. Бірақ біздер әрқашан ауырдың астымен, жеңілдің үстімен жүргіміз келеді. Әрқашан біреулерден көмек сұрап жүреміз. Сондықтан да сол біреулерге тәуелді болып жүреміз. Сондықтан айтарым, еңсесі биік азамат өзінің алдынан шыққан проблемаға тік қарап соны шешетін болса, бақыттың не екенін сезінеді.
болған. Ал енді мен сіздерге бақытты болғандарыңызды қалаймын. Демек өз проблемаларыңызды өздеріңіз шешіңіздер. Керемет. Сәкең менен Бәкеңе көп рахметімізді айтамыз. Енді эфирді аяқтамай тұрып, мен сіздерге осы Әлнұри өнімін, осы Әлнұри компаниясы сіздерге ойнатып отыр. Кім жақсы комментарий қалдыратын болса, сол кісілерге осы Әлнұри компаниясы өзінің бір курс лечениесін сіздерге тегін жеткізіп беретін болады. Оған қоса сіздерден бір осы халықтан бір сұраныс бойынша енді консультация ма, тегін кеңес па, мейлі телефонда болсын, мейлі кездесіп болсын, осындай бір консультация Сыйақы ретінде ма? Сыйақы ретінде ма? Дұрыс. Мынандай нәрсе ғой, бұл дәл осы нәрсенің басында қойыңыз. Эфир ашылмай тұрып, бүгінгі эфирдің аяғында оқырмандардың өздеріңіздің көзқарастарыңызды нақты әрі қысқа кім күшті жазатын болса, соған біздің атымыздан мына сыйлығыңыз, біздің атымыздан консультация болсын, жарайды. Жақсы, керемет. Мен лично өзім үшін жауап беремін. Ал енді менің атымнан консультация және алғашқы ем сыйлыққа болсын. Ал онда Сәке, Бәке, аман есен көріскенше аман есен болып жүре берейік. Жақсы. Рахмет. Алла разы болсын.